Наруто барлық уақыттың ең ірі аниме франшизаларының бірі. Ал менің ойымша ең кереметі. Манга мен аниме әлемін жаулап алғаннан кейін енді Наруто кино саласына да кірмекші. Ресми түрде расталды. Нарутоның шынайы актерлармен түсірілетін фильмі шығады. Иә, бұл официально. Бірақ Голливудтың аниме экранизациясының сәтсіз тәжірибесіне қарамастан, менің уайымым бұған ғана байланысты емес. Әлбетте, басқа аниме фильмдері сияқты жаман қабылданса, Нарутоның алғашқы фильмі супер мықты болу керек. Әйтпесе бұрынғы сәтсіз стереотиптерді бұза алмайды. Бірақ бұл айту оңай, жасау қиын шаруа. Әсіресе алда әлі біраз қиындықтар тұрғанын ескерсек. Сәлем достар, сендермен қиялдап. Бүгін осының бәрі жайлы сөйлесемін. Ал қазірден лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңдар. Сонда біздің Хокаге ауылына қосылып, Наруто әлеміндегі сүйікті техникаңды меңгере аласың. Айтпақшы, сенің ең сүйікті дзюдзуцуың қайсы? Мен мысалы Расенган немесе көлеңкелі клонды таңдар едім. Өз нұсқаларыңды төменге жазыңдар. Белсенді болыңдар. Барлығыңның пікірлеріңді оқуға дайынмын. Қазақша контентті бірге дамытайық. Қазір Lionsgate студиясы Наруто фильміне жұмыс істеп жатыр. Режиссері Шанши және 10-шы Сахинаның аңызы фильмін түсірген Дестин Дэниел Кретон. Ал Нарутоның авторы Масаши Кишимото бұл жобаға продюсер ретінде қатысып жатыр. Және Кретонның жұмысына сенетінін айтып, өз риза көңілін білдірген. Иә, Голливудтың аниме адаптация жолы қиын болған. Бірақ Netflixтің One Piece сериалы дұрыс тәсілмен бәрін жасауға болатынын дәлелдеді. Дегенмен Нарутоны сериал емес фильм түрінде шығару тәуекелге толы шешім. Өйткені манга үлкен, әрі онда шынымен де көп оқиға бар. Дегенмен Наруто әлемінің қаншалықты ауқымды екенін ескерсек, бірнеше бөліктен тұратын жоғарғы бюджеттегі фильмдер сериясы Кишимотоның оқиғасын кино форматына көшірудің ең дұрыс жолы болуы мүмкін. Егер бәрі сәтті өтсе, Наруто тарихтағы ең үлкен кинофраншизаға айналуы ғажап емес. Сол кезде көрермендер кейіпкерлермен бірге өсіп дамып отыратын болады. Мен Нарутоның үлкен фанатымын. Сондықтан әрқашан ойлаймын, егер фильм оригиналын құрметтеп, бар жан тәнімен жасалса, ол қандай болар еді деп. Ал Кретон түсіріп жатқан бұл жоба дәл сондай дүние сияқты. Айтуларынша бұл фильм Наруто мангасының нәзік атмосферасының өзіндік ерекше рухын дәл беруге тырысады. Entertainment Weekly'ге берген сұхбатында сценарист Таша Хо Наруто фильміне алғашқы нұсқасын жазған автор. Режиссер Дестин Дэниел Кретон манганың қаншалықты ерекше әрі сезімге толы екенін көрсетуге тырысатынын айтты. Хоның сөзінше, егер адам Наруто әлемін мүлдем білмесе де, Кретон оның не үшін ерекше екенін көрсетуге бар күшін салады. Ал бұл әлемнің кеңдігі мен тереңдігі кей көрермендерді шатастырып жіберуі мүмкін болса да, Кретон басты мәнін жоғалтпауға тырысады. Әрине, бұл пікірлерден нақты не күтуге болатынын айту қиын. Бірақ шынымды айтсам, мен Кретонның Нарутоға деген көзқарасын көруге асығып жүрмін. Себебі Наруто әлемі бай болғанымен, оның жүрегі кейіпкерлер. Әсіресе алғашқы маусым Нарутоның әлемі емес, оның өзімен бастан кешкен қиындықтар жайлы. Бастапқыдан ақ анимеде өте күрделі тарих пен күш жүйесі бар еді. Бірақ Шиноби күнделіктері Ураган хроникалары шыққанда ғана оқиға ауқымы кеңейді. Сондықтан бұл көп бөлімді франшизаның алғашқы фильмі болғандықтан оқиғаны бірден тереңге алып кету қисынсыз. Наруто, Саске, Сакура және Какаши өздері де өте қызықты кейіпкерлер. Фильмді тек солардың арасында да алып шығуға болады. Фильм ресми түрде жарияланғаннан кейін Масаши Кишимото да сұхбат беріп, Кретонның алдыңғы жұмыстарын ұнататынын айтқан. Мангага атап өткендей, режиссердің ең мықты жағы ол драма жасауды біледі. Ал бұл Наруто сияқты оқиға үшін өте маңызды нәрсе. Өйткені Нарутоның бүкіл оқиғасы кейіпкерлерге, олардың сезімі мен күресіне негізделген. Сондықтан Наруто фильмі ең алдымен Наруто Узумакидің өзіне бағытталады. Бүкіл Шиноби әлеміне емес. Бұл логикалық шешім. Әрине, мен де Кишимото құрған әлемді қатты жақсы көремін. Бәрі ұсақ түйегіне дейін ойластырылған. Бірақ фильмде басты назар Нарутоның өзінде, 7-ші топта, және көрермендерді аздап Шиноби әлеміне кіргізуі керек. Бірақ тағы да фильм Нарутоның қандай аркаларын қамтитыны әзірге белгісіз. Менің ойымша алғашқы фильм толқындар елі арасында негізделеді. Яғни 7-ші топтың Тазунаны қорғау миссиясы. Ол біздің Наруто әлемімен алғашқы танысуымыз. Иә, онда оқиға масштабы онша үлкен емес. Бірақ жылдар өтсе де бұл арка фанаттардың ең сүйіктісінің бірі болып қала береді. Ол кезде сары шашты Наруто, Саске мен Сакура әлі тәжірибесіз генендер еді. Олардың қабілеттері кейінгі маусымдағыдай құдайлық деңгейге жетпеген. Бірінші аркада алып құбыжықтарда, ниндзя армиялары да жоқ. Бұл ішкі сезімге,
кейіпкерлердің күйзелісіне бағытталған оқиға. Әсіресе Забуза мен Хаку туралы. Чунин емтиханы, Цунадені іздеу немесе Саскені құтқару миссиясымен салыстырғанда, бұл арка әлдеқайда шағын, қарапайым. Сондықтан ол супергеройский фильмдер сияқты үлкен бюджетті талап етпейді. Онда бір-екі жақсы төбелестер бар, бірақ олар кейінгі шайқастармен салыстырғанда онша эпикалық емес. Шынымды айтсам, Нарутоның алғашқы бірнеше сериясы мені әлеммен емес, сол әлемдегі кейіпкерлермен баурап алды. Себебі сен Наруто мен 7-ші топ үшін уайымдайсың. Тіпті жаулары да адамға жақын, түсінікті бейнеленген. Сол себепті менің ойымша алғашқы фильмге де дәл осы арканы таңдау керемет шешім болар еді. Мұнда бәрі бар. Басты кейіпкерлердің өсуі, жаңа қабілеттерге ие болуы, есте қалатын жаулар және финалда жүрекке тиетін драма. Қазір ойлап қарасам, бұл арка шынымен идеал нұсқа. Алғашқы фильмге өте сай. Әрине, бірінші фильм Нарутоның өзіне және кейіпкерлерге көбірек көңіл бөлу керек. Бірақ тірі актерлармен түсірілетін франшиза Кишимото жасаған бай әлемді де ұмытпауы тиіс. Нарутоның әлемі оқиғаның ажырамас бөлігі. Тіпті екінші сезондағы барлық толықтырулардан бұрын да ол өте маңызды еді. Сондықтан бұл әлемді ертерек енгізу керек. Бірақ ол әлем бірінші фильмде бәрін өз көлеңкесінде қалдырмау үшін мен пролог сияқты азда флешбектерді көргім келеді. Мысалы, Мадара мен Хашираманың шайқасы, немесе Обито мен Минатаның соғысы сияқты. Тіпті болашақта шығатын кейіпкерлер мен оқиғаларға кішкене намектар болса, тіптен тамаша болар еді. Сондай-ақ мен Наруто фильмінде де анимедегідей көп шайқастар болғанын қалаймын. Толқындар еліндегі көп ұрыстар тайджутсу мен қарапайым нинджутсуға негізделген. Ал бұл бірінші фильмге үлкен артықшылық береді. Бірақ алғашқы фильм сәтті шығып, кассадан жақсы көрсеткіш жинаса, мен кинотеатрда Нарутоның Гамабунтаны шақыру сәтін, немесе Гараның Шукакуға айналуын көргім келеді. Наруто әлемі шексіз мүмкіндігі бар дүние, бірақ осының бәрі жүзеге аса ма, жоқ па, ол бірінші фильмнің табысына байланысты. Мен Кретін түсіріп жатқан Наруто фильмі көптеген бөлімнің бастамасы болады деп сенемін. Жақында Netflixте шыққан One Piece сериалы көпшілікке ұнады. Әрине, анименің бар рухын толық жеткізу мүмкін емес, бірақ фанаттар кей қателіктерін кешірді. Сол сияқты меніңше Наруто да сәтті шыға алады. Бірақ бір жағынан сериал емес, фильм түрінде шығуы спорный шешім. Себебі фильмде бәрін толық көрсету мүмкін емес, кейін маңызды сәттер қысқартылуы мүмкін. Ал екінші жағынан фильмнің бюджеті көбірек болады. Сондықтан графика жағынан сапа жоғары болмақ. Кастингте қатты мықты болуы тиіс. Сол себепті Нарутоның фильм форматында шығуы қызық әрі даулы шешім. Онда да өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Каст жайлы нақты ақпарат жоқ. Актерлар тек азиялықтардан бола ма, әлде түрлі ұлт өкілдерінен бе, ол да белгісіз. Нарутоның өзі сары шашты, көк көзді болғандықтан, ол еуропалық типке жақынырақ болуы керек. Кей фанаттар оны Том Холланд ойнаса депті. Бірақ біріншіден ол актер маған мүлдем ұнамайды. Екіншіден ол 12 жастағы балаға мүлдем ұқсамайды. Сондықтан ол рөлге мүлдем сай емес. Ал сендердің ойларыңды білгім келеді. Қай арканы фильмге лайықты деп санайсыңдар? Қай төбелестерді қосқан дұрыс? Ал басты рөлге кімді алу керек деп ойлайсыңдар? Комментарийге жаза кетіңдер. Егер бұл видео ұнаса, мен осындай тағы бір видео жасап, болашақ Наруто фильм жайлы толығырақ айтып беремін. Әзірге оның нақты қашан шығатыны белгісіз. Ал саған видео ұнаса, бәрі стандартты ғой. Лайк басып, каналға тіркел бауырым. Қазақша контентті дамытуға өз үлесіңді қос. Келесі кездескенше сау. Сау бол!